Бала кезімде ағаштан жасалған қашаның үстіне мініп бір үйір жылқыны тамашалайтынбыз. Осы сәт тура бір түс секілді көз алдымда қалып қойыпты. Көршімнің үйір жылқысы болатын. Кейін жоғалып кетті, таппады деген әңгімені естіп жүретінмін. Сол кісімен қазірде жұмыс шаруаларымен көрші ауылға шығып, көлік үстінде келе жатырмыз. Әке мен бала, аға мен іні сияқты ашық сөйлесе беретінбіз. Аға осы бала кезімде қашалардың ортасынан үстіне мініп бір үйір жылқыны тамашалайтынбыз. Ішінде аласы көп. Сол кімнің жылқысы деп сұрадым. Осы сұрағыма берген жауаптарының ішіндегі мына бір оқиғасы қатты ұнап есімде қалды. Жоғалған үйір жылқысын ағамыз ұзақ уақыт іздейді. Жоғалған уақыты қыстың алғашқы айлары болатын. Кезекті бір іздеуге шыққанда боран енді басталып жатқан уақыт. Сондағы ойым боран басталмай тұрып, қаралмай қалған бір-екі жерді тағы да дереу қарап шығып үлгеру. Жан жақтан адамдар іздеп жатты, хабар берілді. Бірақ өзім де қол қусырып отыра алмадым. Қарагер атымды ерттеуге қораға жақындадым. Міне осы жерде әңгімеге тиек болған, құйрығы бұлғандап құтжол шықты алдымнан. Бір жаққа баратынымды сезіп тұра осы. Ер-тоқымын салып, айлын тартқан сайын қынсылағандай бір дауыс шығарып қояды. Бірақ оның бәріне мен қатты мән беріп жатқан жоқпын. Үйден алыстаған сайын боран да күшейе түсті. Жететін жерге жеттім, бірақ жылқының ізін де таппадым. Алыстан қара көрінген сайын менің жылқым екен деп үміттеніп, қырдан қыр асып, үйден ұзай беріппін. Кеш те батуға аз қалып еді. Оның үстіне боран да күшейіп, айнала қарауытып бастады. Үйге қайтуды жөн санадым. Бірақ шынымды айтсам, үйдің қай жақта екенін түсінбей жаңылысып қалған болатынмын. Үлкендер айтушы еді: боранда адассаң атыңа сен, тізгінді жібер үйге өзі апарат деп. Сөйтіп қарагер атыма сеніп, аттың басын бос қоя бердім. Таңертең шығып, кешке дейін жүргенімді ойлап, үйден ұзап кеткенімді түсіндім. Осы кездің бәрінде қасымда құтжол жүрді. Біресе алдыма түседі, бірде жоғалып кетіп, қайта шығады. Нағыз із кесушінің өзі. Қарны да ашып кетті ме, қарға мұрнын тығып, өзінше бір нәрсе ауламақ болады. Содан не керек, ұзақ уақыт жүрдім. Сағаттың да қанша уақыт болып жатқанынан хабарым жоқ. Айналадан түк көрінбейді. Бұрқаған қар, қара жабылған дала. Құтжолдың бар жоғын тек үрген даусынан ғана сезіп келем. Оппы қардан жылқым да болдырды, шаршады. Бір қамыстың жанына тіреліп, қарагерім аяқ баспай қойды. Өзімде сәл жаурап, ұйқым басып, шаршаған болатын. Не болса да осы қамыстың түбінде түнеп шығайын деп бел будым. Тым болмаса таңға дейін ықтап отырып, жан тәсілім етейін дедім. Қарагерім дереу боранға жамбасын төсеп, ықтап тұра қалды. Өзім болсам қамыстың түбін сәл кішкене қазыңқырап, соның ішіне отыра қалдым. Құтжол итім болса, бұл мезетте көрінбей кетті. Оның қайда кеткенін, не істеп жүргенін мүлде бас қатырып отырған жоқ. Бір мезетте жарты сағат өтер-өтпес Құтжолым қайта келді. Аузында күшік кезінде тістелеп ойнап жүрген қойдың терісі. Бұны көрген менің қуанышымда шегім болмады. Яғни үй жақын манатта. Сөйтсем ауылдың маңайында жарты шақырымдай жерде қамыс болатын. Сол қамысқа келіп тірелген екенбіз. Ех, жануарым алдамапты. Жолдан жаңылмапты. Тек шаршаған екен. Әйтпесе үйге дейін әкеліпті. Қайта мініп алып, үйге дейін аман-сау жеттік. Құдайдың құдіреті-ай. Біз түсініп білмейтін неше түрлі тылсым жақтары бар. Құтжолымның
терісін алып келуі әлі күнге дейін мені қатты ойландырады. Үйге жақын қалғанымыз жайлы маған белгі бергісі келді ме екен? Жоқ, әлде ойнады дейін десең, ол баяғыда күшік емес еді. Оның үстіне боранды күні қандай ит ойнайды дейсіз? Ер қанаты ат, ит адамның досы деген сөз бар ғой халықта.